Бүгінде Исатай ауданы бойынша 18 үкіметтік емес ұйым тіркелген. Олар түрлі бағытта қызмет атқаруда. Солардың ішінде жемісті жұмысымен танылғандардың бірі белсенді қоғамдық қорының жетекшісі Дулат Шманов. Жанбай ауылының ерікті жастарынан құрылған ұйым көптеген әлеуметтік жобаны сәтті жүзеге асырып жүр. Алматы, Астана қалаларындағы форумдарға қатысып, өзінің белсенділігін көрсетіп, жақсы ауылға, жалпы ауданға үлесін қосып жатқан жігіттердің бірі деп айта аламын. Осы Исатай ауданында үкіметтік емес ұйымдарға келетін болсақ, қазіргі таңда белсенді жұмыс жасап жатқан Таңшолпан қоғамдық бірлестігі және Қамқор қоғамдық қоры, және Исатай қазақ күрес федерациясы қоғамдық бірлестігі. Биыл жазда қоғамдық қор аудандық футбол лигасын ұйымдастырған. Жетекшісі Дулат Шмановтың айтуынша, сол кезде жанкүйерлерге арналған орынның жоқтығы білініп, жарыстың жоғары деңгейде өтуіне кедергі болған. Кейіннен белсенді жас облыстық ішкі саясат басқармасының әлеуметтік тапсырысы негізінде 1 миллион теңге грант ұтып, Жанбай ауылындағы ойын алаңына көрермендер отыратын жер жасап берген. Белсенді қоғамдық ұйымы ауылымызда болған дейінде көптеген игі істер атқарып келеді. Облыстық, аудандық шараларды ұйымдастырып, ауылымыздың жастарына да арналған антикафе ашқан болатын. Енді бүгін міне ауыл жастарына арнап осындай көрерменді сахнасын құрылысын салып, осы ауылымыз жастарына тарту етіп жатыр. Футболдан жарыс өткен кезде ауылда жанкүйерлердің отыратын жері жоқ, алаңның тар, ойыншыларға кедергі келтірмес үшін бәрін сыртқа шығарып жіберетін болды. Енді сол сырттан көлеңкелетіп, бәрі сыртын жауып, төбесін жауып, осындай трибуна жасап жатырмыз. 1 миллион грант ұттық осы үшін. Енді демеушілеріміз ішкі саясат басқармасына көп-көп рахмет. Осындай әлеуметтік жобаларды жиі ұйымдастыратын болса, онда ауыл жастары тек қана өздеріне емес, осы ауылға не істей аламын деген сияқты сондай жақсы идеялар келеді бастарына. Осындай әлеуметтік идеяларды көптеп ұйымдастырып, кең танымал қылатын болсақ, жастар да оған көптеп қатысады деп ойлаймын. 60 адамға арналған трибунада футболды тамашалаушылар үшін барлық жағдай жасалған. Орындық ыңғайлы, төбе жабық. Бұл ретте жаңа нысанның тапсыру салтанатына орай ауыл жастары арасында кіші аяқ топтан жолдастық кездесу ұйымдастырылды. Ержан Шеруенов, Айдос Қарабала, Әділхан Зайнеденов, Каспия Ньюс.